Сәлем қыздар, екінші сабағымызды бастайтын уақыт келді. Біз бұл сабақта не үйренеміз? Яғни келесі сабақта біз тапсырыс берушінің қалауына байланысты, оның сұранысына байланысты қимылдайтын боламыз. Яғни біз ою-өрнекті вектор версиясына қалай келтіреміз. Кез келген ою-өрнекті кейбір тапсырыс берушілер үйіне барған кезде біз алдыңғы сабақта каталогтармен жұмыс жасауды үйреттік. Одан кейін барып үйіне барған кезде кейбір кісілер ою-өрнекті түсқағаздың ою-өрнегін қайталауымызды сұрайды. Немесе түсқағазды болмаса кейбір клиенттеріміздің атына байланысты, яғни жұлдыз немесе роза деген сияқты есімдер болады. Сол есіміне байланысты розагүл болғанын қалайтын, пердесінің роза болып тұрғанын қалайтын кісілер де бар. Бұл жерде жаңа тапсырыс берушінің сұранысына байланысты қимылдайтын болғандықтан бізде оның қалауын орындауымызға міндеттіміз. Дәл осындай кезде біз кейбір тапсырыс берушілер болады. Қазақи бөлмелерді жасағанда өзінің руының таңбасын жасағанды, немесе дастарханның үстіне өзінің руының таңбасын көрсетіп қойғанды, немесе жастықта сол таңбаны көргенді қалайды, немесе кейбір тапсырыс беруші болады. Мысалға, жапон ресторанында біз перделеген кезде пануларда жапон иероглифтарының тұруын қалаған. Осындай бір иероглифтарды, петроглифтарды, немесе жаңағы ұлттық этно стильдегі дүниелерді жасаған кезде таңбаларды түсіргенді қалайтын тапсырыс берушілер міндетті түрде сіздің жолыңызда кездеседі. Сол үшін ондай бір тапсырыстар болатын болып жатса, сіз міндетті түрде бұны орындауға, алдыға қарай жылжуға, алдыға қарай ізденуге қай жағынан жол табуға болатынын қазір көрсетіп өтетін боламыз. Ендеше бұл сабақты жібермей, жақсылап қарап алыңыздар, үйреніп алыңыздар. Ендеше бастайық. Біз бұл сабағымызда ең бірінші кезекте телефондарымызға Pinterest жүктемесін жүктеп аламыз. Pinterest жүктемесін ол жерде біз әртүрлі идеяларды, тек қана ою-өрнекте емес, ол жердегі әртүрлі жаңадан шығып жатқан перделердің үлгілерін, одан басқа сіз мысалға ол кісілер кітаптан, немесе жаңағы айтқандай түсқағаздан сол оюды жасап бергеніңізді қалайтын болса, сіз міндетті түрде ол түсқағазды суретке түсіріп алуыңыз керек, түзеу бір тегіс қылып суретке түсіріп алуыңыз керек. Егер кітаптан алып жатсаңыз, кітаптағы жаңағы таңбасын суретке түсіріп алуыңыз керек. Егер жоқ, ол өзінің жаңағы басқа да өзіңіз басқаша ою-өрнекті көріп қалсаңыз, кілемде көрсеңіз, ыдыс-аяқта көрсеңіз, немесе басқа да бір жерде көріп қалатын болсаңыз, ол ою-өрнекті міндетті түрде дұрыс суретке түсіріп алғаннан кейін сіз оны компьютерға кіргізу арқылы, корнтраф бағдарламасы арқылы сіз бұны компьютер версиясына, яғни вектор версиясына кіргізіп ала аласыз. Кез келген идеяны солай жасап, сіз өзіңіздің ою көрпешелеріңізге, паноларыңызға, немесе пердеңізге, немесе жаңа айтқандай дастарханыңызға сол оюды жасап, ерекше бір ою мен өзіңіздің қолтаңбаңызды шығара аласыз. Сондықтан бұл сабақта міндетті түрде бізге үй тапсырмасын жіберіп, өзіңіздің қалаған оюыңызды шығаруға ұмтылыңыз. Міне қыздар, сіздерге айтқан Pinterest жүктемесі дәл осылай болады. Сол жүктемені сіздер жүктеп аласыздар. Осы Pinterest жүктемесін жүктеп алғаннан кейін сіздердің алдарыңызда осындай болып шығады, жүктеп кіргізгеннен кейін. Сіздер осы жерге поискқа узоры, немесе орнамент деп терсеңіз де болады. Орнамент. Дәл осылай орнаменттер шығады. Сол орнаменттердің сізге өзіңізге ұнағанын, яғни былай қарап отырып, мынандай бір жаңағы біркелкі болып кеткен орнаменттерді таңдасаңыз болады. Орнамент деген узор. Қазір сіздерге бір оңай узорды таңдаймыз. Мынау енді обойдан да осындай қылып түсіріп алып жатсаңыздар, осылай суретке түсіріп алсаңыздар, осындай бір тегіс болып тұру керек болады. Егер қиын узорларды не істеймін десеңіздер, вектор версиясына жасаймын десеңіздер. Қазір біз қатты қиын емес, бір оңай оюды табайық. Сол оюды тауып, қазір соны вектор версиясына жасауға тырысайық. Ендеше мынау қазақи ою, одан кейін бір қатты қиын емес, тез жасалатын бір оюды мынаны таңдасақ болады. Міне, дәл осы оюды қазір былай біз
скринмен суретке түсіріп алдық. Ендеше бұны біз компьютерға кіргіземіз қазір. Одан кейін барып оның сызу барысын сіздерге көрсететін боламын. Міне қыздар, бағанағы біздің таңдап алған немізді, оюымызды телефонды компьютерға USB арқалы қосып, USB деген кәдімгі шнур арқалы қосып, сол оюымызды біз мынандай етіп неге рабочий столға орнатамыз. Ең бірінші кезекте. Міне біздің оюымыз мына жерге келді, сурет есебінде. Қазір ашып та көруіміз керек, тексеріп. Міне қыздар, біз осы оюымызды телефонға USB арқалы компьютерден өткізіп алдық. Компьютерға өткізіп алғаннан кейін біз бұл оюды қазір Corel бағдарламасына кіргізіп, сол жерден бұны сызып шығуымыз керек болады. Міне біз компьютерден өткізген оюымызды осылай рабочий столға қоямыз. Одан кейін біз Corel бағдарламасын ашқанда дәл осылай ақ бет болып тұрады. Біз қазір бағанағы оюымызды осы Corel бағдарламасына файлға кіреміз, импортты басамыз. Одан кейін осындай импортқа не шығады? Рабочий столдың қай жаңағы нелері шығып тұрады, мынандай папкалерінің бәрі шығып тұрады. Ең төменгі жақта тұрады біздің бағанағы оюымыз. Мына жерде көрініп те тұруы керек. Негізі ою өзімізге қажетті ою. Көтерген кезде қазір байқап жатсақ, сіздерге көрсетемін. Міне біздің оюымыз осы. Дәл осының үстінен басамыз, импортты басамыз. Бәрі шығып тұрады. Ең төменгі жақта тұрады біздің бағанағы оюымыз. Мына жерде көрініп те тұруы керек. Негізі ою өзімізге қажетті ою. Көтерген кезде қазір байқап жатсақ, сіздерге көрсетемін. Міне біздің оюымыз осы. Дәл осының үстінен басамыз, импортты басамыз. Осылай айналшықтап тұрған кезде біз мышканың оң жағын 2 рет басамыз. То есть сол жағын 2 рет басамыз. Мышканың сол жағындағы кнопкасын 2 рет бассақ, міне бұл мына жерге көшіріледі. 2 рет тез басуымыз керек. Сол кезде біздің оюымыз Corel бағдарламасына кіреді. Міне. Одан кейін біз бұны жақындатып аламыз. Мысалға, міне бұрышын тартып, бұрыш арқалы мына жерде стрелка шығады. Соны жақындатып былай тартамыз да шетіне қоямыз. Міне, үлкен болды. Ендеше біз бұл оюды қалай өзімізге көшіреміз? Міне жақындатып қарағанда мына жерде мышканың несіне қарап отырсаңыздар, шетінде файлдың астыңғы жағында бірінші линияда. Файлдың астыңғы бөлігінде дәл осындай инструменттер тұрады. Біз енді барлық инструменттің бәрін жаңағы оқып шықпаймыз, бізге қажеттісін ғана. Мына жерде дәл осындай свободная форма деп тұрады. Жақсылап қарап алыңыздар, свободная форма деп тұрғанды басасыздар, сол жағын басқан кезде мына жерде мына стрелканы басқанда сізде бұлай нелер ашылады, жаңа папкалар ашылады. Соның үстінде кривая через 3 точки деген бізге инструмент қажет болады. Бұны мышканың сол жағын басып отырып, соған қосамыз. Сонда біз, міне қыздар, қазір біз дәл осылай оюымызды сызып алуымыз үшін қара түспен сызылып тұр. Бұл қара түсті қазір біз басқа түске көрсетуіміз керек, яғни өзгертуіміз керек. Сол кезде біздің мына жердегі оюымызда қайсы түспен тұрғанын анық көре алатын боламыз. Ол үшін біз дәл осылай мына жерде қара точкалар тұр. Сол қара точкаларды алып тастау керек болады. Жанына бір басқанда қара точкалар кетеді. Дәл соны басылғаннан кейін біз ең үстіндегі мына жердегі инструмент выбора деген стрелканы басып, одан кейін экранның төменгі жағында мына жерде бізде мына пероның ручканы несін өзгерту мүмкіндігі пайда болады. Сол кезде біз мысалға сары түсті таңдағымыз келіп отыр. Міне окейді басамыз. Міне сары түсті таңдап, одан кейін қайтадан сол жаңағы өзімізге қажетті
кривая через три точки инструментін алып, содан кейін барып дәл осылай сызамыз. Сол кезде біздің түсіміз өзгереді, яғни сары түске өзгереді. Дәл осылай біз қазір өзімізге қажетті оюды осылай сызып аламыз, өзімізге қажетті оюды. Сызып алып отырамыз. Өздеріңіз қарамен боя болғаннан кейін осылай сызып отырамыз. Енді сызу барысында бір-біріне келіп тұру үшін мына жерде узел деп тұрады, сол узелдан екіншісін тартып отырасыздар. Яғни узелдан жақын қарасаңыздар, мына жерге бүйтіп стрелканы жақындатқан кезде узел деп тұрады, сол узелдан тартсаңыздар, сол кезде барып сіздің оюыңыз біркелкі болып шығады. Сол үшін узелді мүмкіндігі барынша узелдан тартып отырыңыздар оюды. Узелдан тартып отырып жұмыс жасасаңыздар, ешқандай жаңағы тесік немесе жаңағы қисық болмау керек. Міне, дәл осылай бәрін өзімізге қажетті узорды сызып аламыз. Бұл қатты қиын шаруа емес, бір нәрсе бір рет түсініп алсаңыздар, ешқандай қиындығы жоқ. Егер де бір қандай да бір өзгерістер келтіру керек болып жатса, мына жерде инструменттің, мына файлдың астындағы екінші инструментті ұстай отырып, форма дегенді ауыстырып, мына жерден бүйтіп басқан кезде әрбір неге мынандай стрелкалар шығады. Қосымша стрелкалар шығады. Сол стрелкалар арқылы мына жерде осындай мынандай стрелкалар шығады. Сол стрелкалар арқылы өзімізге қажетті форманы келтіріп аламыз. Бұл изменение дейміз ғой, изменение жасау үшін қажет болады. Ендеше осы оюдың барлығын сызып шығамыз. Ең бірінші кезекте қазір сызып шығамыз. Мына оюдың бәрін сызып шығамыз. Бұндай оюды сызу үшін енді басында 1 сағат, 2 сағат уақыт кетуі мүмкін, бірақ енді қолыңызды үйретіп алғаннан кейін бір 10-15 минут қалған оюыңызға уақыт кететін болады. Сондықтан қыздар мұқият қарап алыңыздар, ешқандай қиындығы жоқ. Узелдан тартып отырып, осылай өз оюыңызды жасап ала аласыздар. Және мына жерде изменениені жаңа көрсеттім сіздерге. Мынаны кішкене былай өзімізге қажетті жаңағы бағытқа өзгерте аламыз. Және мына стрелкалар арқылы өзімізге керекті нені өзгертіп отыра аламыз. Ендеше осының бәрін мен сызып шығайын, одан кейін сіздерге сақтауды көрсететін боламын және матаны дайындауды неге көрсететін боламын. Лазерге дайындауды. Менің компьютерім кішкене қазір осылай не істеп тұр. Көп жұмыс жасалған компьютер болғандықтан міне дәл осылай узел арқылы оюымызды сызып отырамыз.
Міне қыздар, біз оюымызды сары қаламмен сызып болдық. Міне өздеріңіз көріп тұрсыздар. Дәл осылай біткеннен кейін мынау ең бірінші инструмент выбора деген қара стрелканы басып, артындағы суретке басқанда бұл сурет былай шетіне қарай шығару мүмкіндігіне ие боламыз. Сол кезде біз мына оюымызды көріп тұрмыз. Көрдіңіздер ма? Міне оюымыз сары болып көрініп тұр бізге. Енді сіздерге қалай көрініп тұрғанын білмей тұрмын. Біз мынандай артық сызғандарымызды алып тастаймыз. Мына қара стрелка арқылы бетіп әр оюдың үстіне басқанда бетіп делетті басып удалить етіп тастау мүмкіндігіне ие боламыз. Соны артық сызықтарымызды кетіріп тастаймыз. Түзелмеген жерлерін мына жердегі екінші инструмент арқылы түзейміз. Барлығы біркелкі, ешқандай жаңағы не болмай, қалай айтты, ортасы ашық болмай, бәрі біркелкі болып тұрған кезде біз осыны енді сохранить етеміз. Яғни сохранить ету. Біз мына суретті қазір бұнда удалить етіп тастаймыз. Делетпен алып тастадым. Және мынаны қазір барлығын бүйтіп белгілеп, ортасына қарай кішкене жылжытайық, біркелкі көріну үшін. Және өзімізге қажетті размерді, оны лазершіктеріңіз қандай размер керек болады, сол размерде сіздерге үлкейтіп, кішірейтіп бере алады. Міне көріп тұрсаңыздар, ортасындағы мынау бізде ою, ал мына шетіндегілердің бәрі біздің жаңағы оюдың несі тесік болатын жері, мына жердің бәрі оюлар болып есептеледі. Ендеше бұны біз сохранить ету, яғни сақтауды, файлға кіреміз. Сохранить как деп тұрады. Сохранить какқа кіргенде мына жерде Corel Draft деп мына жерде тұрады. Corel Draft дегенді көріп тұрсыздар. Дәл осы жерде бізге Corel Draft'ты басамыз және мына жерде версия 18 деп тұрады. Кейбір лазерді, жаңағы лазер жасайтын кісілердің компьютері, мысалға 12, 13 версия, 15 версия деп алдын ала сұрап аласыздар. Егер 12-17 версия болатын болса, 17 версиямен біз сохранить етуіміз керек болады. Яғни болмаса 15 версиямен сохранить етуіміз керек болады. Бізге қай версиясы керек, сол версияны белгілейміз де сохранить етіп қоямыз. Яғни атын жазамыз. Мысалға біз оюдың атын Шұғыла немесе Айдын деп атын өзіміз өзгертіп жазып қойсақ болады. Мен қазір бүйтіп жазып жатырмын. Айдын деп жазып қояйын. Айдын деген оюдың аты деп өзіміз үшінші. Өйткені клиентпен тапсырыс алғанда да оюдың аты болса, өзіңіз блокнотқа Айдын ою деп жазып қойғанда да ыңғайлы болады. Мысалға Айдын оюын біз 18 версияда, менің лазершігім 18 версиямен жұмыс жасайтын болса, 18 версияны сохранить етеміз. Мына жерде Corel Draft, мына жерде 18 версия немесе 16 версия деп сол бойынша сохранить етіп қоюымыз керек. Міне сохранить етеміз. Содан кейін дәл осыны флешкаға көшіріп алып сохранить етілген жер бұл бізде неде тұрады, мына неден тауып аласыздар, компьютер арқылы тауып аласыздар, немесе жаңа сохранить еткен кезде мұқият қарасаңыздар, қай жерде сохранить етіп жатылғанында көрсетіледі. Қазір қайтадан қарап шықсам да болады. Біз сохранить как деген кезде бұл сохранить етілетін рабочий столға сохранить етіледі екен. Рабочий столға қай папкаге сохранить еткіңіз келіп жатыр, сол папкаде сохранить етіліп тұрады. Мұны ендіше түсінген болсақ, енді біз келесі сабақта матамызды оюға дайындау процесіне кірісеміз. Қыздар, бұны мұқият көріп алыңыздар. Егерде түсінбеген сұрақтарыңыз болса, біздің телефон номерлерімізді білесіздер. Сол жерге хабарлассаңыздар, мен сіздерге барлығын түсіндіріп айтып тұратын боламын.